Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге Storyline Highlights приложениесін көрсететін боламын. Осы приложениені тартып алсаңыздар болады. Осының ішіне кірсеңіздер, қараңыздар, көптеген бізде highlights'тардың түрлері бар, иә? Көптеген. Мысалы, сіздерге мынаны алып көрсетейін. Мысалы, осыны алсақ, ішіндегі текстін өзгертіп, өзімізге керекті текстті жазсақ болады. Сыртындағы фонды да өзгертсек болады, иә? Мысалы, осы жерден қазір так, мінекей. Мынандай қылып әртүрлі фон қойсаңыздар болады. Мысалы, осы фон әдемі сияқты. Енді рамканы бассаңыздар, міне қараңыздар. Түрлі, мысалы, мынау гүлдің артында тұрған бар ғой, соны өзгерте аласыздар. Рамка деген арқылы. Наклейканы бассаңыздар, мінекей түрлі бізге керекті осындай смайликтер бар, иә? Яғни бұл не үшін? Мысалы, біздің актуальныйымыздағы обложкаға. Мысалы, біз ол жерге отзыв деп қоямыз, ол жерге процесс работы деп қоямыз, иә? Сол жерде, мысалы, актуальныйымыздың сырты обложкасы әдемі тұру үшін. Мінекей осы жерден текст жазамыз. Сөз жазып қойсаңыздар да болады. Мысалы, ісімім деген не? Бұны енді әдемілеп жасап, сіздер публикация қылып та салсаңыздар болады. Бұл жерде енді шрифттарын өзгертсеңіздер болады. Түрлі көп деген шрифт бар мына жерде. Мінекей осы шрифт әдемі сияқты. Үлкейтесіздер. Осылай дәл ортасына қоямыз. Енді мынау гүлді де өзгертсек болады, иә? Гүлді алып тастасақ та болады, кез келген, мысалы, әдемі фон қойсақ та болады, иә? Мінекей қараңыздар. Мынандай да бар. Көптеген түрлері бар негізі. Мінекей мынау әдемі сияқты. Ісімім деген не? Осыны осылай жасап аламыздар. Сіздер енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген жазсаңыздар болады. Кез келген сөз жазсаңыздар, немесе смайлик қойсаңыздар да болады. Мінекей сақтап алдық. Бізде сақталды. Бұл приложениемен жұмыс жасасаңыздар болады.